Лейлаға құрбысы ДНК сараптамасының нәтижесін көрсетіп, Ипек оның сіңірісі екенін айтады. Лейла сіңілісі барын естіп, әкесінен тағы да бір көз қалғанына қуанады және Ипекке қамқорлық көрсетіп жүреді. Ипекті дәрігеріне апарып тексертіп келеді. Содан Туфанға Ипек оның қызы емес екенін айтып, Нұр мен Туфанды бір-бірімен келістірмек болып шешеді. Ипектің сараптамасын Туфанның жұмыс үстеліне әкеліп қояды. Телефонын іздеп келген Туфанның үстел үстінде жатқан құжатқа көз түседі. Ашып оқып қараса, сараптамада Нұр мен Туфанның қан тобы бірінші, ал Ипектікі екінші деп жазылып тұрады. Туфан түсінбей ойға батып тұрған кезде Ләйла кіріп келіп кешкі асқа шақырады. Сосын Ипекпен бірге Ипектің дәрігеріне барғанын айтып, анализ нәтижелері сізге керек болар деп үстеліңізге әкеліп қойдым дейді. Туфан кешкі асқа өңі бұзылып келеді. Ипекке тамақтанып болсаң бара ғой, үлкендердің өзінің әңгімесі бар дейді. Сосын мені мазалап жүрген бір сұрақ бар дейді Нұрға қарап. Сенің және менің қан топтарымыз бірінші қан топ, ал Ипектікі екінші топ. Балаға не әкесінің не анасының қан тобы берілетіні анық. Нұр жауап бер, Ипек кімнің баласы дейді. Нұр үндемейді. Туфан, әке ана естеріңізде болар, Нұр Ипек менің балам деп айтқан, бірақ олай емес болып шыққандағысы ғой. Ипек Нұрдың қайтыс болған күйеуінің баласы болғандағысы. Жауап бер, Нұр деп ашуланып үстелді бір қояды. Нұр, мен білген жоқпын деп соғады. Туфанның анасы Хатиже, қалай білмейсің? Сен күйеуіңнен жүкті боласың, және жүкті бола тұра менің ұлыммен жақындасасың. Қалай білмейсің? Қарғыс атсын сен деп айғайлайды. Ферда, менің ағам саған сен жүкті болып қалған соң үйленді. Сен қалай бұлай бізді алдадың деп барлығы жан-жақтан Нұрды жазғыра бастайды. Сол кезде Нұр шыдамай кетіп, шілмейді қағып кеткен кезде мен жүкті екенімді білген жоқпын дейді. Туфан, сен мені ғана емес, менің отбасымды да алдадың дейді. Нұр көгеріп, мен сендерді алдадым ба? Олай болса бәрін бастан айтайық. Сен өз ақымақтығыңнан адам қағып қашып кеткенің өтірік пе? Хилми сенің кесіріңнен сол жерде тіл тартпай кетті дейді. Сосын Туфанның әке-шешесіне қарап, ал сіздер тыңдаңыздар мені. Сіздер ұлдарыңыздың адам қағып кеткенін білдіңіздер, бірақ сонда да өз қарабастарыңыз үшін үндемей жасырып қалдыңыздар. Ұлдарыңыздың мансап үшін жұмған ауыздарыңызды ашпай жасырдыңыздар. Ол жағдайды барлықтарың білдіңдер, бірақ ештеңе болмағандай жүрдіңдер. Сондықтан маған бірдеңе айтпас бұрын өздеріңе де қарап алыңдар деп беттеріне басады. Сендер үлгілі отбасы болып көрінгілерің келеді. Ол тек қана бет-бейне. Шын мәнінде мына сендердің сырттарың бүтін, іштерің түтін. Бұл жерде жалғыз мен ғана күнәһар емеспін. Сендер де сондайсыңдар дейді. Бұлардың әңгімесін Лейла жасырынып тыңдап естіп тұрған еді. Осылайша әкесін қағып өлтірген адам Туфан екенін біліп қояды. Естігеніне өзі сенбей, мен қайда тап болғанмын, мыналар өзі қандай адам деп жылайды. Сосын барлығынан бір-бірлеп кек алатын боламын деп өзіне серт береді. Ертесінде барлығы ештеңе болмағандай күнделікті қалыпты тірліктерін жалғастырады. Дегенмен де барлығы Ипекке суық қарай бастайды. Ферда тест жасатып, аяғы ауыр екенін біліп, қатты қуанады. Малиге айтпақ болады, бірақ Мали үйде жоқ болып шығады. Сосын ішіне сыймай анасына келіп айтады. Анасы қуанып, қызын құшақтап, бірақ қазір ешкімге айтпағаның дұрыс. Ана Нұр деген мыстан білсе, бірдеңе істеуі мүмкін деп қорқамын. Біраз уақыт ешкімге айтпай тұруын өтінеді. Ферда анасының айтқанына келіседі. Бірақ Ферда Лейлаға аяғы ауыр екенін сөздерімен білдіріп қояды. Лейла, сіз жүктісіз бе? Қуаныштымын. Онда мен сізге пайдалы тағамдар жасап берейін. Денсаулығыңызды күтіңіз. Кешегі жағдайдан кейін Сельман мырза мен Хатиже ханымға енді сіздің балаңыз жақынырақ болмақ деп Ферданың ойын бұзып, жақындарымен арасына от сала бастайды. Осылайша барлығынан кек алам деген жоспарын бастап кеткен еді. Видеоның соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Қолдау білдіріп, лайк басып, каналға тіркеліңіздер.